Қымбатты біздің арнаның көрермендері, біз бүгін мынау сары сәбізден палау жасаймыз. Бұл біздің ысырдың уақытында өмір сүрген адамдар жақсы біледі. Бұл сәбізде витамин өте көп болады. Кәдімгі сәбізден бұл сәбіздің farқы жоғары. Бүгінгі жасайтын палауымыз бұл кей жерлерде мынау әсіресе өзбек, қырғыздар аш деп жатады. Сары сәбізбен жасаймыз. Мынау ноқат бұршақ. Осы бұршақты жуып, шайып болғаннан соң бұны ұстаймыз. Бір сағаттай суда жібіп тұрады. Сонан соң қазанға салған кезде де бірінші осы етті, сәбізді қуырып болғасын, осыны 40 минуттай қайнатып аламыз. Себебі бұл бұршақ күріштен қаттырақ болады. Бұның пісуі ұзағырақ болады. Сондықтан бұны ертерек жібітіп, ертерек қайнатамыз. Сәбізді, сары сәбізді кәдімгі осылай мынау біреулер теркіден өткізіп жатады, теркіден өткізуге болмайды. Өйткені теркіден өткен ол салатқа арналған сәбіз болып қалады. Сондықтан бұны осылай тураймыз. Бұл сәбізді үлкенірек қылып, көлемді тураймыз. Ана майда қылсаңыздар, ол жаңағы көрінбей кетеді ішінен. Сондықтан мына осындай көлемде бір қалыпты болуы керек. Мынау сүрленген еттен жасап жатқандықтан бұлай бетеп ақырын суды ағызып жуасыздар. Себебі тұзы әбден сіңген ет әші болуы мүмкін. Міне бір чамбас, мынандай құйрық, жылқының қара кесек еті. Осыдан жасайтын боламыз. Осы пиязды осылай қылып турайсыздар. Екі бас пияз қосқан дұрыс. Негізі мүмкін болса үшеу қоса беріңіздер. Енді әркімнің өзі тәбеті қалай шабады, кім қалай солай салынады. Мен мерге екі бас пияз турадым. Осы пиязды қазір қыздырамыз. Бірінші майды қыздырып алдым. Бұрын біздің әке-шешеміз, ата-анамыз үйреткен. Ол кездегі майлар қазіргідей емес. Қазіргі майлар енді фильтрленген ғой. Сонда да мен оны қыздырып, біреулер түшкіріп деп айтады, біреу шыжғырып деп айтады, біреу түшітіп алды деп айтады. Енді майды қыздырамыз. Қыздырып, пияз салып. Мынау қызып тұрған қазанға қазір мынау пісте май деп айтамыз, мақта май деп айтамыз, ойдағырда май. Мынау біз отбасыға ғана 5-6 адамға жасағаннан кейін майды 150 грамдай құямыз, одан көп құймаймыз. Енді күріштің көлеміне қарай. Біз енді 1 кило күріштеп, 1 кило күріш, 1 кило сәбіз, жаңа етіміз 1 килодан сәл асады. Сондықтан майды осылай құямыз. Осы майды қазір қызып тұрған қазанға құйып, бұны қазір қыздырамыз. Мынау қызып тұрған майға мынандай пияз тастаймыз. Мына пиязды үлкен қылып. Бұл бізге ата-анамыз осылай үйреткен. Мына май қазір ненің бойындағы майдың. Осы пияз бәрін алады. Пиязды күйгенше ұстаймыз майда. Қазір енді заманауи майлардың бәрі фильтрленген деп жатамыз ғой. Бірақ мен осыны әдейі өстіп қыздырып аламын. Осы қазір қызып, неден шеттері күйе бастаған кезде майда пиязды аламыз майдан. Пияз мынандай болып, қара қошқыл болып міне күйу керек. Осы кезде май тазаланды деген сөз. Міне. Ауылды жерлерде әсіресе көп адамға істегенде осындай шыжғырып дейміз, біз түштіп деп айтамыз, енді әр жерде түрлі айтады. Осындай қылып алған абзал. Қазір сәбізді саламыз. Мен бірінші сәбізді салып аламын. Неге десеңіз, сәбіз пиязға қарағанда көп құрылады, сондықтан бірінші сәбізді саламын. Құйрықты әдейіге осы кезден салам. Өйткені құйрықтың әбден дәмі осының ішіне сіңу керек. Құйрық қызарып, осы құйрық қып-құрыл болғанша сәбізге қосып, осылай араластырып, бұны бір орында араластырмасаңыздар болмайды. Асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан қозғап тұрасыздар. Қазір мына жерге ет саламын міне. Мынау чамбас, ет міне. Енді қосып араластырамын. Мынау жаңа соғып болған бұршағымыз міне қазір жұмсап, бұны суға қазанға салып тағы қайнатамыз. Міне суды өзіне тартып алды. Көрдіңіздер ғой міне. Бұршақ үлкен болып бадырайып. Міне. Саламыз. Бұл пияз ерте сөнетін болғаннан кейін
Bunu сәбізден кейін салған дұрыс. Мына құйрықтың дәмі қандай, иісі қандай керемет, қараңыздар. Өстіп, астын үстіне көтеріп аударып тұрасыздар. Мынау құйрық демекші, бұл құйрықты біздің қазағымыз, ата-бабамыз жеген, бұл құйрықтың пайдасы өте көп. Бұл кез келген ауруға, мынау жөтел, тұмау, бізде бала кезімізде осы құйрық асататын бізге. Осы мына құйрықтың арқасында міне күні бүгінге дейін ешқандай дәрі ішпейміз, ешқандай ауырмаймыз. Жасым 57-де қазір, міне 57-де келем таяу уақыттарда. Міне сондықтан барынша осындай таза тамақтанған адамдар, мынау Қытайдың не болса сонысын жей бермей, адамдар ауырмайтын болады. Таза, кәдімгі табиғи өнімдер, мынау сәбіз де, ет те, табиғи таза еттен басқа не қалды қазір? Таза. Дайын болды, сәбіз, ет, пияз. Енді осыған мұздай су құямыз. Ыстық су құюға болмайды. Ыстық су құятын болсаңыздар, онда ет қатып қалады. Қазір осыдан соң біз ноқат салатын боламыз бұяқа. Міне. Осы су жетеді. Күрішке де, ноқатқа да жетеді. Ноқатта 30-40 минут тағы осы қайнаған күйінде ұстаймыз. Сосын барып күрішін салатын боламыз. Ноқат салып жатырмыз. Осы ноқат қазір қайнайды. Ден қайнағаннан кейін барып біз шетінде тесігі бар ыдыспен жасағандарыңыз жақсы болады. Міне күріш кетпейді. Міне суын бәрін ағыздым. Күрішті де 20 минут мұздай суда ұстау керек. Мұны мұздай суда ұстадым. Енді саламыз. Міне күрішті тазалап тұрғысымыз саламыз қазанға. Мына чесноктың ақ қабығын бәрін әбден тазаладым. Жуып, тап-таза едім. Осыны арасына осы көтеріп тұрып, қандай бір қасық бола ма, мына арасына саласыздар. Бұны дүмләді деген. О, астына дейін бұл енді тұрады. Бұны ешқандай қозғамаймыз. Болды, енді арғай қозғамаймыз болды. Енді 50 минут осы қазан оттың үстінде тұру керек. Міне мынау тұмшалайсыздар. Осы тұмшалаған нені қазір аламыз. Міне астында қандай керемет. Міне қараңыздар, не деген керемет әдемі. Міне қазір енді қазанға салатын боламыз. Міне қандай керемет. Қолға міне шашба шашылып тұр, сары керемет. Қазір енді осыны саламыз ыдысқа. Чесногымыз қойған сарымсақ деп айтып жатамыз. Міне осы күйінде шықты. Бұны неге салайын? Ай шіркіннің иісін ай. Бірінші мына құйрықты аламыз. Міне қазір шетіне жайғастырып саламыз. Pulauda salып жей берсеңіздер болады. Чеснок деп жатамыз, сарымсақ дейміз. Міне осындай болып шығады. Езіліп дайын тұрады. Бұның шетінен ашып жеберге болады. Міне мынандай болып чеснок алып жебересіздер. Бұл денсаулыққа пайдалы. Мынау медицинада айтып жатыр ғой. Чеснок жеген адам анша-мұнша вирус деген адам қалдырмайды. Сондықтан чеснокты осындай алып саламыз. Міне осы күйінде тәрелкеге қоясыздар, қалаған адамдар шетінен үзіп ала береді. Қалауынша осындай мынау укроп дейміз ғой, көкшөп. Міне осыны салып жесеңіздер, дәмнің үстіне дәм кіргізеді. Керемет деп осындай палау болған. Бұны аш деп те айтып жатады. Керемет дәмді.
дәмі бөлек. Қазақ елі, қазандарыңыз оттан түспесін, көңілдеріңіз жайлы болсын, өмірлеріңіз мәнді болсын. Осындай құйрықтан палау жасап, ет асып, қазы қарта, жал жая жеп, ұрттарыңыз майлы болсын. Қазақ елінде тек тыныштық болсын, Қазақстанымыз қарыштап қанатын кеңге жая берсін.